Сәлем балалар, әдебиеттік оқу 2-ші сынып тақырыбы оқуға алғаш барған күннің тарауымен мектеп біздің анамыз өлеңін оқитын боламыз. Яғни 2-ші сабақ. Бірінші тапсырма сөйлемдерді толықтыр. 1 қыркүйек білім күні. Ол күні мен мектепке барамын. Мені мұғалім қарсы алады. Алғашқы қоңырау соғылады. Бірінші әңгімеде суретте көз бейнеленген. Мен мектепке алғаш келген қуанышты болғаным, ұстазына гүл шоғын беріп жатқан, яғни оны қарсы алу туралы айтылса, екінші әңгімеде 1 қыркүйек білім мен күш үшін ең ерекше күн болды. Мектеп формасын киіп арқама сөмкемді асып үлкен толғаныспен мектепке келдім. Айналадағы ағаштардың жапырағы сарғайып, күздің тамаша күні орнап тұрды. Біз сыныптастарымыз бірге ұстазымызға гүл сыйладық. Мектепке келген алғашқы күнім есімде мәңгі қалды. Немесе сұрақ арқылы жауап беруі, балаларға бірінші сұрақ қойып, содан кейін қысқаша жауап ретінде алып, содан кейін барып әңгімелеуге болады. 3-ші тапсырма өлең. Мектеп біздің анамыз, яғни Өтебай Тұрманжановтың өлеңі. Күзге сүйек күн иек, болып қапты қыркүйек, қырманды жұрт алыпты, дәнге батып қалыпты. Жемістерді пісіпті, жерге үзіліп түсіпті, шөп оны қатыпты, шөмелені ер тас. Өлең не туралы? Өлеңде күздің мезгілінің келуі, қыркүйек айында табиғат пен ауыл өмірінде еңбек туралы айтылған. Қыркүйек айы туып күз келгені бейнеленеді. Егінжайда қырман дәнге толып, адамдардың өнім жинап жатқаны айтылады. Бақшаларда жемістер пісіп, жерге үзіліп түсіп жатқан берекелі шақ суреттеледі. Шөптер қурап, ауыл халқы шөп тасып, қысқа дайындық жасап жатқаны көрсетілген. Өлеңнің негізгі идеясы күз мезгілінің мерекесін, молшылығын, еңбектің маңыздылығын көрсету. Күз тек мектеп басталатын уақыт қана емес, сонымен бірге жыл бойғы еңбектің жемісін көретін, табиғаттың сыйын жинайтын берекелі маусым. Автор балаларды айналадағы табиғат өзгерістерін байқауға және еңбекті бағалауға үйретеді. Сұрақ: өлеңде қай ай туралы айтылған? Қыркүйек айы туралы айтылған. Күздің қандай белгілері сипатталған? Күздің жемістердің пісуі, қырманның дәнге толуы, шөптің буыны қатып, шөптің тасылуы туралы айтылған. Алғашқы мектепке барған оқушылардың 1 қыркүйек күні. Мына жерде еңбек туралы айтылған. Межелі кез болыпты, мектеп есік ашыпты, күн сәулесін шашыпты, мектебін аңсап сағынып, балалар келер ағылып, ашылған гүлдей арайлар, көшенің бәрі қарайды. Ықылас ынта раймен, ерекше жарқын шыраймен, жүздері жайнап қуанып, шоқ-шоқ қызыл гүл алып, мектебіне келеді. Яғни өлеңнің жалғасы. Бұл шумақтар не тұрады? Егер өлеңнің 1 бөлімінде күзгі табиғаттың ауыл еңбек сипаттаса, бұл шумақтар күздің ең басты мерекесі білім күні екен. Межелі кез болыпты, мектеп есігі ашыпты, көптен күткен қыркүйек айы келіп, мектепте сабақ басталды. Балалардың сағынышы мектепте ұстаздарын, жаңа достарын аңсап сағынып қалған. Сондықтан олар мектепке қарай ағылып, қуанып келе жатыр. Мерекелік көңіл-күй көшелер ашылған гүлдей құлпырып кетті. Өйткені балалардың бәрі қолдарына шоқ-шоқ қызыл гүл алып, жүздері жайнап, ерекше ықылас пен ынтамен мектепке бет алды. Бұл шумақтың негізгі идеясы балалардың білімге деген құштарлығын, мектепке деген сағынышын, сүйіспеншілігін көрсету. Автор мектептің ашылуын үлкен қуаныш, мереке ретінде суреттейді. Балалардың оқуға үлкен ынтамен, яғни ықыласпен келуі олардың болашақта білімді, ақылды азамат болғысы келетінін білдіреді. 4-ші тапсырма суреттер қатысты сұрақтарға жауап бер. Бұл туралы өлеңде айтылған. Жаңа біз айтып өткендей, барлығында алдыңғы тақырыпта өлеңде айтты. Жылдың күз мезгілі, яғни суретте балалар күзгі жапырақтар жинап жүргенін, бұл мезгілде сабақ басталатын уақыт, яғни 1 қыркүйек білім күні екен. Қандай мереке? 1 қыркүйек білім күні. 1-ші сынып оқушылар алғаш мектеп табалдырығын аттайтын күн. Балалар қайда бара жатыр? Балалар мектепке бара жатыр. Олардың жүздері қуанышты, жайдары, сағыныш, көңіл күймен келе жатқан байқауға болады. 5-ші тапсырма өлең жолына сәйкес келеді. Суретті тап дейді. Жемістерді пісіпті, жерге үзіліп түсті. Яғни алманың пісіп, жерге түсіп жатқанын өлеңнен көруге болады. 6-шы сұрақтарға жауап берме. Мектепке сағат нешеде келдің? Қандай оқу құралдарың бар? Қай сыныпта? Сұраққа балалар әркім өздері жауап беру керек. 1-ші тапсырма сәйкестендір. Қырманның дәнге батуы, мектеп есігі ашуы, мектебін аңсап сағыну. Яғни 1-шісінде күз мен егін еңбек уақыты. 2-шінің жауабы ол бізде қыркүйек, 1 қыркүйек.
Үшіншінің жауабы балалардың мектепті қатты сағынғанын байқауға болады. Екінші тапсырма ойлан. Өлеңнің бірінші бөлімінде күзде пісетін не туралы айтылған? Бақшадағы тәтті жемістердің пісіп, жерге үзіліп түскені туралы айтылған. Балалар мектепке қандай көңілмен ұстап келеді? Балалар үлкен ықыласпен жүздері жайнап, қуанып, қолдарына шоқ-шоқ бұрын алып келе жатқаны. Өлең неліктен мектеп біздің анамыз деп аталған? Сен қалай ойлайсың? Ана адамға өмір бойы мейірім сыйласа, мектеп бізге білім мен тәрбие береді. Сондықтан мектепті анамызға теңейді екенбіз, балалар. Балалар, бүгін біз мектеп біздің анамыз деген өлеңін оқып, ол кездегі күз мезгілін және балалардың мектепке асығып сабақты оқуды ұстазын сағынғанын көруге болады екен. Аяқталды.